Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 7-ші сынып алгебра 5-те 142-ші есеп. Біріншісін берілген жазайын. Ол жерде x квадрат минус 5x плюс 6 дейді. Бұл жерде біз ортаңға 5x-ті қандай санның қосындысы 5 болатын, яғни сол санның көбейтіндісі 6 болатын санды табуымыз керек. Ол қандай сан екен? Яғни минус 2 мен минус 3 x тасап болады. Минус пен минус плюс болады. Сонда 2 мен 3-ті қосқан кезде 5 болады. Балалар? Сонда біз оны былай ашып жазсақ болады. X квадрат минус 2x минус 3x қосылған 6 тең. Енді осы жерде мен 2 жақшаға ашып жазсам болады. Жақшаға алып. Сонда x квадрат минус 2x жақшасы ортада минус 3x. Мына жерде бізде ортада минус болғаннан кейін, мына жерде плюс, ортаның таңба минус болады. 6 болады. Тең ары қарай. Яғни бұл жерде біз мына бірінші жақсыдан біз мына x-ті шығарып тастасақ болады. Сонда бірінші мән беріңдер. Қандай да бір санды жақшаның сыртына шығаратын болсаңыздар, ол кезде ол жақшаның ішіндегі санға бөлінетін мән болу керек. X-ті шығарамыз. Сонда мына жерде x қалады минус 2. Мына жерде де тоже минус. Мына жақсыдан біз 3-ті шығарып жесек болады. Сонда 3x 3-ке x-ке бөлген x-тің өзі қалады. Және де 3-міз сонда 6-ға да бөлінеді. X минус 3-ті 6-ны 3-ке бөлсеңіз 2 қалады. Ары қарай шығарайық. Ары қарай шығарған кезде енді қарасаңыздар, мына жерде ортақ мәндер табылды. Сонда x минус 2 x минус 3 болды балалар. Ары қарай балалар шығарайық. Екіншісі бізде берілгенде x квадрат қосылған 6x қосылған 8. Яғни мына ортақ мәнді береміз. 6x қандай санның қосындысы 6 болады. Яғни 4-ті 2-ке қосқан кезде бізде 6 болады. Сонымен қатар 4-ті 2-ке көбейткен жағдайда ол 8 болады. Соған байланысты былай деп жазып алсақ болады. X квадрат қосылған 4x қосылған 2x қосылған 8. Ары қарай жазайық. Жақшаға аламыз. X квадрат қосылған 4x жақша жабылған қосу 2x қосылған 8 тең. Бірінші жақшадан біз x-ті шығарайық. Сонда біз x-іміз іштегі мәнге бөлінеді. Жақша ішіндегі мәндерге. Сонда x қосылған 4 қалады. Мына жерден екінші жақсыдан біз 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда ол жерде бізде 2x қосылған 8-ді 2-ге бөлсеңіз 4 қалады. Сонда мына жерде қарасаңыздар, енді ортақ көбейткіш мәндер табылды. Сонда бізде x қосылған 4, жақшасында бізде x қосылған 2 қалады балалар. Яғни балалар, келесі үшінші есебін шығарайық. Үшіншісінде бізде m квадрат минус 7mn қосылған 12n квадрат. Яғни, бұл жерде түсініп тұрған шығарсыңдар, уже 7mn деп отқамыз, бұл қандай санның қосындысы, яғни минус 3mn минус 4mn-нің қосындысы. Бұлай жазып көрсетейін сіздерге. mn минус 3mn минус 4mn қосылған 12n квадрат. Яғни, бұл жерде мен сразу сіздерге жақшаға алып шығайын. m минус 3mn минус 4mn минус 12n квадрат. Ары шығарайық. Енді осы жерден қарасаңыздар, балалар, бірінші жақсыдан біз m-ді шығарып алсақ болады, жақша сыртына. Жазайық m минус 3n. Екінші жақшадан біз шығарып алсақ болады
4n-ді 4n-ді шығаратын болсақ, жақшаның ішінде бірінші m қалады, минус мына жерде 3n қалады, балалар. Тең, енді қарасаңыздар, ортақ көбейткішпендер табылды. Сонда m минус 3n, жақша сыртында m минус 4n қалды. Енді балалар, төртінші есебін шығарайық. Төртінші есебін берілгені бізде a квадрат минус 7ab қосылған 10b квадрат. Дәл солай шығарып келе жатқандағыдай, бұл жердегі 7абымыз біз қалай деп алсақ болады? 5 минус 5аб минус 2аб деп алсақ болады. Яғни, ол сандарымыз біз 5-2 өткен жағдайда 10-ды беретіндей. Енді бұлай жазайық. А квадрат минус 5аб минус 2аб қосылған 10b квадрат. Тең, енді жақшаға алайық. А квадрат минус 5аб минус 2аб минус 10b квадрат. Арғарай шығарайық. Бірінші жақшадан біз аны жақша сыртынан шығарып жіберсек болады. Сонда а минус 5b қалады. Екінші жақшадан біз шығара аламыз 2b-ны шығарсақ болады екен, балалар. 2b-ны шығарсақ, сонда а минус 5b қалады. Балалар. Енді осы жерден біз ортақ мәндерді көріп тұрмыз. Сонда а минус 5v жақша сыртында бізде а минус 2v қалды, балалар.